Кезінде жабық деп сыртына жазып, ішіне ойда жұмысын жалғастырып атқан не бар екен. Таразда карантин кезінде жасырын жұмыс істеген монша анықталды. Тараз қалалық штабы мамандары мен полицейлердің бірлескен тексеру жұмыстары кезінде Тараз қаласы Еспаев көшесі 34-ші мекенжайда орналасқан Ер Сұлтан моншасының әйелдер мен ерлер бөлімінде адам лық толы болған. Мен лично өзім сізге әкеп қаулымен таныстырып, мен сізден қол қойып алғам. Помните мені? Шыны керек қой, Алла төбемде тұр. Кабинканы жаптырып, мен шығып кеткем сізден. Алла төбемде тұр. Қайсы? Төбеде қыздар бар? Ескертулерге қарамастан қызметін жалғастырған кәсіпкерлік иесі алдымен ораз алдында туыстарымыз моншаға түсейік деп сұранды деген желеу айтқан. Алайда келушілердің өзі жан-жаққа қашып, кейбірі қолға түсті. Мына жағынан қашып атқан жан-жақтан қашып атыр. Мына жігіттер қашты, ана жігіт. Әне, оны ұстады, ана үйге кірейін деп атыр. Отыра қалды. Қазіргі таңда нысанда болғандардан түсініктеме алынуда. Монша иесімен қатар келушілер де айыппұл төлеп жауапқа тартылатын болады. Мерейбай Ерболатов, Тараз 24.